Жақсы жігіт ел бақытты, жақсы әйел ер бақытты. Денсаулыққа қарай көңіл күй, ақ жаулықтыға қарай тұрмыс күй. Тәрбие берген балаға құрмет көрсет анаға. Күйеуі мал тапса игі, әйелі ұқсатса игі. Түзден кеткен қыз Құдай атқан қыз, үйден кеткен қыз орнын тапқан қыз. Ақылды қыз ата-анаға қарайды, ақымақ қыз айдалаға қарайды. Қызын өссе жасауынды әзірле, ұлын өссе отауынды әзірле. Келін келді дегенше ұрпақ келді де, қызым кетті дегенше шырқап кетті де. Жақсы жігіт ат баптар, үнемшіл әйел ас сақтар. Әйелсіз күйде құлазиды, үйде құлазиды. Ананың жүзі жылы, алды бесік, әкенің жүзі салқын, арты төсек. Тиянақты әйелдің үйінің іші жинаулы, кербез сән қой әйелдің бет аузы сырлаулы. Гүл қандай нәзік болса, әйел жүрегі сондай нәзік. Ауыр жұмыс ерге тән, жеңіл жұмыс әйелге тән. Ананың жарты жаны балада. Елін сағынған ер торығар, ұлын сағынған ана зарығар. Жігіттің жаманы ағайыннан безер, әйелдің жаманы төркінінен безер. Анасы бардың аялдамасы бар, әкесі бардың ат байлаушы бар. Жақсы әйел көзегенді көгертеді, жаман әйел тұрмысынды жейдетеді. Жақсы әйел жарқыраған күн мен тен, жаман әйел түніреген түн мен тен. Анадан асқан жан жоқ, наннан асқан дәм жоқ. Әке асқартау, басы салқын етегі сая, ана аққан бұлақ, жағасы құрақ суы таза. Өзен тасыса балық жайлауда, жаз келсе мал жайлауда. Әйелсіз үй жарықсыз дүние. Ақылды әйел өз шаңырағының бақыты, парасатты әйел тұтас ұлтының бақыты. Тымырайып немесе мөлиіп отырған әйелден қорқу керек. Себебі ондай әйелдердің өздері де қорқады. Дүниедегі ең сүйкімді адам сұлу да парасатты әйел, ал дүниедегі ең қорқынышты адам ұятсыз сайқал әйел. Кінәлау бұл әйел дұрыс болмаған кезде өзін ақтау тәсілі. Мен ұзақ уақыт бойы әйелге жасаған әсерімнің астында қаламын. Әйел соншалықты ақылды болып көрінуі керек. Сондықтан оның кездейсоқ ақылсыздығы ер адамға нағыз сыйлық болады. Әйелдермен ақылмен емес, жүрекпен пікір таласады. Ер мен әйел тамақ жейтін қос таяқша сияқты. Екеуі бірлескенде ғана отбасын бақытқа бөлейді. Сіз әрқашан өзіңізді кінәлауыңыз керек. Егер сенің әйелің ұмытылатын ақша болса, демек сен оған дәлелдемейсің, барлығын істеп жатқаныңды. Әйелдің отбасындағы негізгі функциясы тәуекелді басқару, ақша табу емес, ақша үнемдеу. Әйелдің басты клиенті күйеуі. Егер сіз күйеуіңізді бақытты ұстасаңыз, сонда ақша табу туралы ойланудың қажеті жоқ. Адал деуге рұқсат етілген нәрселердің ішіндегі Алланы қош көрмейтіні талақ. Қазақ әйелін жан жолдасым дейді. Бұл үлкен сөз ғой. Жаны мен жаны үндес, ойы арманы үйлес. Егіз адамбыз дегені ғой. Әрбір жетістікке жеткен ер адамның артында әйелдің шексіз махаббаты тұрады. Әрбір жетістікке жеткен әйелдің артында бір еркектің сатқындығы бар. Ұсқынсыз әйел болмайды, тек еріншек әйел болады. Әйел қандай іске араласса да арты жақсылықпен аяқталады. Мен оған сенімдімін, өйткені әйел әлемді басқарады. Әйел ашуланса жеңіледі, еркелесе жеңеді. Заман қартайтқан әйелге бояну айып емес. Іскер әйел жаман еркекті орташа еркекті жақсы, ал жақсы еркекті жынды қылып жібереді.
Әйелдерді сөйлетудің миллион түрлі тәсілі бар, бірақ сөйлетпеудің ешқандай тәсілі жоқ. Әйелге әмірін жүргізе білген мемлекетті де басқара алады. Әйелдің сайқалы бірді ғана арбайды, әдебиет сайқалының мыңға зияны тиеді. Қазақ әйелі аз ғана жәрдем бергенді ұмытпайды, тезірек еселеп қайтаруға тырысады. Әйелдер адамды бесігімен баулайды, өмірдің іргетасы солардың қолымен қаланады. Әйелдің қартаюы өмірлік трагедия. Әйел еркектен кейін өледі, өйткені үнемі кешігіп жүреді. Семіз әйел болмайды, тар киім болады. Кез келген әйел махаббат жолында ерлік жасауға қабілетті. Түркілік қоғамда әйелдерге кен құқықтар берілген. Олар мемлекеттік істерге белсене араласқан. Тақты мұрагерін ана тәрбиелеген. Тек әйелдермен және арам адамдармен жұмыс істеу қиын. Олармен жақындассаң, тыңдаудан қалады. Олардан алыстасаң, олардың тарапынан жек көру туғызасың. Әйел затын жалпы нәзік деп атайды ғой, бос сөз. Мықтының ең мықтысы, көнбісті ең көнбісі әйелдер екеніне мен кіммен де дауласуға бармын. Әйелдің естілігі женсе, сұлулығы да арта түседі. Әйелдің ақылы көркінде, еркектің көркі ақылында. Әйел шынымен жылап алса, ажарланып кетеді. Қазақ әйелін жан жолдасым дейді. Бұл үлкен сөз ғой. Жаны мен жаны үндес, ойы арманы үйлес, егіз адамбыз дегені ғой. Әйел 40-қа келгенше өнім бермесе қасиет, еркек 40-қа келгенше есі кірмесе қасірет. Біз әйелді әйел сынайынан таныған елміз. Адам боп туу анадан, айуан боп кету өзінен. Адам дүние есігін анадан туған кезде ғана бір-ақ рет ашпайды. Өмір адамды қайта-қайта жаңадан тууға мәжбүрлейді. Әркімнің туған тілі туған шеше, оған бала міндетті сан мың есе. Шошаңдаған қыз шешесінің атына кір келтіреді. Баласы арақ ішсе, шешесі у ішеді. Маскүнем жаман бала жақсы ананы ажалынан бұрын көрге кіргізеді. Ата-ананың ақылы қазулы қара жолмен тең. Адамдар әрқашанда өз аналарының перзенттері. Ана болмас ақында, батыр да бола алмайды. Арлы адам ардақты, ар ардақтың анасы.